Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге шамаларды, яғни өлшем бірліктерді амалдарда қолдану үшін баған түрінде қалай оңай есептеуге болатынын көрсететін боламын. Баған түрінде азайту, қосу, яғни шамаларды амалдарда қолдану үшін оңайырақ, өйткені кіші өлшем бірлікке түрлендіріп, амалды орындап болған соң қайтадан керісінше ірі өлшем бірлікке түрлендіріп қою өте ұзақ уақыт алады. Сол себептен баған түрінде қосуды балаға үйрететін болсақ, ол оңай шығаратын болады. Мысалы, бірақ дәл сандарды баған түрінде қосқан кезде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондықты жазған сияқты дәл сол реттілікпенен сантиметрдің астына сантиметр, дециметрдің астына дециметрді жазамыз. Баған түрінде жазып болып, кейін орындауды бастаймыз. Мысалы, 6 менен 7-ні қосамыз, 13 болады. Демек, мен мына жерге 13 сантиметр деп жаза алмаймын, өйткені 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10 сантиметрден асқаннан кейін біз оны дециметр сантиметрге түрлендіруімізге тура келеді. Ал түрлендіруіміз үшін, мысалы, 13 сантиметрден дәл қазіргі ыңғайлы болу үшін мен бұлай орындауды үйретер едім балаларға. 13 сантиметрден 10 сантиметрді азайтамыз. Неге? Өйткені 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек, 13 сантиметрден 10 сантиметрді азайтсақ, 3 сантиметр жазамыз, 3 сантиметрді. Ал мына азайтқан 10 сантиметрімізді 1 дециметрге тең болады. Демек, ол 1 дециметр деп біз дециметрге қосу үшін ойымызда сақтаймыз. Енді 8-ге 9 қосамыз, 17, ойдағы 1 дециметр менен 18, 8-ін жазып, және 1 дециметр ойда, 1 ойдағы 1 менен 2 болады. Демек, 28 дециметр 3 сантиметрге тең болады екен. Енді уақыт өлшемдерін көрсетеміз. 5 сағат 45 минутқа 4 сағат 55 минутты баған түрінде қалай қосамын? Алдыменен 45 пенен 55 қосамын. Әрине, ол 45 пен 55-тің қосындысы 100 болады. Енді біз 100-ден мен азайтамын 60-ты. Неге? Өйткені 100 минуттың ішіндегі 60 минуты ол 1 сағатты құрайды. Демек, 100-дің ішіндегі 60 минутты 1 сағатқа теңестіріп, сағатқа 1 сағат қосамын, ал 40-ты 40 минут деп жазамын. 40 минут. Енді 5 пен 4-тің қосындысы 9, жаңағы ойымыздағы 1 сағат пенен 10 сағат болды. 10 сағат 40 минутты құрайды екен. Және қайталап айтып кетем, 45 минут пен 55 минуттың қосындысы 100 минутқа тең. 100 минуттан 60 минутты азайтамыз, өйткені 1 сағатта 60 минут болғандықтан 100-дің ішіндегі 60 минутын 1 сағатқа теңестіріп сағатқа қосып жібереміз де, қалған 40 минутты минут күйінде жазады екенбіз. Енді келесі 6 тәулік 18 сағатқа 5 тәулік 21 сағатты қосуымыз керек. Жаңағы айтқанымдай, 18 сағат пенен 21 сағатты қосатын болсақ, ол 39 сағат. 39 сағаттан азайтамыз 24-ті. 24 сағатты. 39 сағаттың ішіндегі 24 сағатты 1 тәулікке теңестіріп, ойға сақтап қоямыз. 39 мен 24-тің айырмасы 15 сағат. Демек, жазамыз сағатқа 15 сағат. Ал 24 сағатымызды 1 тәулікке теңестіріп, біз тәулікке қосып жібереміз. Демек, 6-ға 5-ті қосамыз, 11 тәулік, ойдағы 1 тәулікпенен 12 тәулік болады екен.